Саламатсыздар ма оқушылар? Қазір математика сабағы. Бүгінгі тақырыбымыз өткенді бекіту. Оқу құралымызды, дәптерімізді алып дайын отырайық. Экранға мұқият назар аударамыз. Өрнектердегі амалдардың орындалу ретін анықта. Өрнектердің мәнін тапсаң, Қазақстандағы ең ірі су қоймалардың тереңдігін білесің. Әр суретте қандай су қойма бейнеленгенін анықта. Алдымен бірінші өрнекке мұқият назар аударамыз. 100-ден азайтамыз 2 мен 9-дың көбейтіндісін және оған 2-ні қосамыз. Бұл амалдың орындалу ретін бірінші көрсетейік. Бірінші көбейту амалы орындалады. Екінші азайту. Үшінші қосу амалы орындалады. Енді осы реттілік бойынша ретімен орындап көрейік. 2 мен 9-дың көбейтіндісі 18-ге тең. Екінші азайтамыз. 100 бен 18-дің айырмасы 82-ге тең. Ең соңында қосу амалын орындаймыз. 82 мен 2-нің қосындысы 84-ге тең. Демек өрнектің мәні 84-ге тең екен. Мұнда 84 метрге қай су қойма тереңдігі 84 метрге тең екен? Әрине бұл су қойма бұқтырма деп аталады екен. Енді екінші өрнекке мұқият назар аударамыз. Алдымен орындалу ретін анықтап алайық. Бірінші көбейту амалы, екінші бөлу амалы орындалады. Содан кейін реті бойынша қосу амалдары орындалады. Ал енді ретімен орындап көрейік. 9 бен 2-нің көбейтіндісі 18-ге тең. 10 мен 2-нің бөліндісі 5-ге тең. Енді үшінші біз солдан оңға қарай ретімен орындаймыз қосу амалын. Мұнда 9 бен 2-нің көбейтіндісі 18-ге тең болды. Енді соған 20-ны қосамыз. 18 бен 20-ның қосындысы 38-ге тең. Ал енді біз ең соңында соңғы қосу амалын орындаймыз. 38-ге 5-ті қосамыз. Себебі біз мұнда бөлу амалын орындап қойдық. 38 бен 5-дің қосындысы 43-ге тең. Демек өрнектің мәні 43-ге тең екен. «43 метрге тең тереңдігі» бұл Қапшағай су қоймасы екен. Соңғы өрнекке мұқият назар аударамыз. Мұнда жақшалы өрнек берілген. Жақшаның ішінде бірінші көбейту амалын орындаймыз. Содан кейін қосамыз. Үшінші азайту амалын орындаймыз. Ал енді ретімен орындап көрейік. 3 пен 2-нің көбейтіндісі 6-ға тең. 6-ға 58-ді қосамыз. 64-ге тең. 90 мен 64-дің айырмасы 26-ға тең. Демек өрнектің мәні 26-ға тең екен. Бұл Шардара су қоймасы. Шардара су қоймасының тереңдігі 26 метрге тең екен. Балалар, Қазақстанның су қоймаларының тізімі. Су қоймасы дегеніміз суды тоқтатуға, жинақтауға және сақтауға арналған өзендер алаптарында түзілген су тіркегіш ғимараттармен бекемделген едәуір сыйымдылықтағы жасанды су қоймалары болып табылады. Әрі қарай балалар, дәптерімізді ашып, 4 көз тастап, 6 сәуір өткенді бекіту деп жазып алайық. Оқулығымызды ашып, номері 2-ші есепке қараймыз. Асы, бөшкеде 40 литр су бар. Ал флягтағы судың одан 15 литрі кем. Флягта неше литр су бар? Есеп су туралы. Не белгілі балалар? Дұрыс. Бөшкеде 40 литр. Флягта белгісіз 15 литрі кем. Тек қана осы флягтағы су неше литр екен табамыз. Ол үшін кем деп тұрса азайтамыз. Келесі әсіне қарайық. Бөшкеде 40 литр су бар. Бұл флягтағы суға қарағанда 15 литр артық.
флягта неше литр су бар? Балалар, бұл деп тұрса бұл қандай есеп болады? Дұрыс, жанама есеп. Жанама есеп деп тұрған кезде 15 литр артық десе, керісінше біздер азайтамыз. Осыны ұмытпай, дұрыстап шығарайық. Екі есепті салыстырып көрейік. Есептің шартын, сұрағын, шешуін, жауабын жазамыз. Номері 3-ші есеп. Есептерге өрнек жазып оларды шығар деген. Бірақ біздер шартын, шешуін, жауабын барлығын жазамыз. 7 кабинеттің әр қайсысына 2 бөтелкеден ауыз су әкелінді. Барлығы неше бөтелке ауыз су әкелінді? Есепте балалар, бөтелкедегі ауыз су туралы. Әр қайсысына дегеніміз бір кабинетке деген сөз, балалар. Бір кабинетке 2 бөтелке. Сонда осындай 7 кабинетке неше бөтелке ауыз су әкелгенін табуымыз керек. Жазғанда балалар, бір кабинет, 2 бөтелке, 7 кабинет, белгісіз бөтелке дейміз. Номері 3-тің әсіне қарайық балалар. Су таситын машина гүлдерді суару үшін 9 литрлік 2 бидонға және 30 литрлік бөшкеге су құйды. Гүлдерді суару үшін барлығы неше литр су құйып алынады? Есеп балалар, гүлдерді суаратын бөшке мен бидон туралы. Бидон 9 литр 2 бидон дейміз. Бөшке 30 литр дейміз. Барлығы белгісіз. 9 литрден 2 бидон болса, ол неше литр екенін тауып аламыз. Яғни 9-ды 2-ге көбейтіп, оған 30 литрді қосамыз. Сол кезде есептің барлығы белгілі болады. 3-тің Б нұсқасы. Бөшкеде 20 литр су бар. Сырым мектеп жанындағы 2 көшетке су құйды. Бір көшетті суғаруға 9 литр су кетті. Бөшкеде неше литр су қалды? Балалар, есепте не белгілі? Бұл бар 20 литр. Құйды 2 көшет. Бір көшетке 9 литр қалды белгісіз дейміз. Енді шешуінде балалар, 2 көшетке неше литр су құйғанын тауып алуымыз керек бірінші. 2-ні 9-ға көбейтеміз. Сол кезде бізде 2 көшетке неше литр құйғандығы белгілі болады. Яғни енді 20-дан сол шыққан санды азайтып, неше литр қалғандығын табамыз. Номері 4-тің асы. Бірінші бидонда 3 литр, ал екіншісінде одан 4 есе артық су бар. Екінші бидонда неше литр су бар? Шарты балалар. Бірінші бидон 3 литр, екінші бидон белгісіз 4 есе артық. Екінші бидонда неше литр су бар екен табу үшін есе артық десе балалар, көбейтеміз. 3 пен 4-тің көбейтіндісі болады. Номер 4-тің әсінде осы есепті 2 амалмен шығатындай етіп өзгертеміз. Сұрағын өзгертіп жасауымызға болады. Номері 5-ші есепке қараймыз. Амалдардың орындалу ретін анықтап, өрнектердің мәнін табайық. 70-ке қосамыз 12 мен 2-нің бөлінісі дейді. Бірінші бөлу болса өрнегімізде бөлуді орындаймыз. 12-ден 2-ні бөлген кезде 6 шығады. 70-ке 6-ны қосамыз 76 болады. Дәл осылай келесі өрнектерді өз беттеріңізбен орындаңыздар. Бүгінгі сабақты түсінсек, тапсырма балалар. Дәптерге номер 2-нің асы әсі, номері 3-тің асы әсі бұсы, номері 4-тің асы әсі, номері 5, номері 6-шы есептерді шығарамыз. Сабақ аяқталды. Сабақты түсінсек, смайлик жібереміз, түсінгенімізді жазамыз. Кері байланысқа дәптерімізді суретке түсіріп жібереміз. Сау болыңыздар.